Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Мына жаңадан бері жан-жақтан келіп жатқан бір видеоларда сиқыршылардың намаз оқитын адамдарға әсер ете алмайтынын бір айтылуда да. Шынымен негізінде солай. Адам неғұрлым Аллаға жақын болатын болса, жын шайтандардың әсерінен де алыс болады негізі. Бізде де сондай бір оқиға болады. Көрші падеде тұрған бір кісі үнемі сөйлесіп жүреміз, үнемі хабарласып жүреміз. Сөйтіп, сол кісінің әйелі емші екен болып шықты. Сөйтіп, сол кісіге енді кісілер көп тобырлап жүреді екен де. Сөйтіп, бір күні бір сөйлесіп тұрғанда күйеуімен, кеудем ауырып тұр деп, ауырып тұрмын деп айтып қалғам да. Ол барып содан кейін әйеліне барған екен. Емші ғой енді. Мына көршіміз ауырып қапты, бір жағдайын білсең, бір өзінің былай аруақтарынан, былай жындарынан сұрасан деп айтқан ғой. Сөйтіп, сол кісі мені далада көріп қап, жүзіме қарап андай сканировать еткісі келген екен де. Мен де білген жоқпын негізі. Кетіп бара жатқанда сәлеметсіз бе деп айтқаным еді. Амандасып кеттім де, сөйтіп кіріп кеттім. Одан кейін сол күйеу айтады екен, әйел айтады екен күйеуіне. Мына кісі бір түрлі кісі екен дейді да. Өзім аруақтарым жындарынан сұрайтын болсам дейді да, бұлар айтады екен, мына кісі дейді, қызық дейді да. Өзінің бір үстінде бір тұрған аруақтары бар дейді да, қорғайтын. Сондай дейді да, біз жақындай алмадық дейді да, біле алмадық дейді да. Сондай кісіні бірінші рет көріп тұрмыз деп айтып жатыр екен да. Негізінде расында шынымен солай. Жын шайтандар сіздерге қай кезде әсер ете алады? Қай кезде сіз Аллах тағаладан алыс болсаңыз, соларға өзіңіз жақын болғанда ғана әсер ете алады. Сондай адамдар бар, өкінішке орай, Алладан алыс, ақиқаттан алыс болып, жын шайтандардың әсерінен арыла алмай жүреді. Өмірлері берекетсізденіп жүреді, қиналып жүреді. Алла сақтасын. Бір әрбір уф деген адамның, әрбір кері әсер еткен адамның, кері дұға жасаған адамның бір не көзі, не тілі тиіп жүреді да, қиналып. Соны шешудің орнына, Аллах тағалаға жақындаудың орнына, құлшылық ғибадаттың күшейтудің орнына, дұғасын көбейтудің орнына не істейді? Бар басқа бір емшілерге, сол жын шайтандардан әсерінен құтылу үшін басқа бір жын шайтандарға не істейді? Жүгінеді. Сөйтіп барып кейбір адамдар осы екі емшінің арасында бір тембіл доп сияқты тебіліп жүреді. Бір жақтан бір жаққа. Ешқашан сондай адам ақиқат таппай сөйтіп шатасып жүреді. Өмірді берекетсізденеді. Міне. Сол себептен біз жалпылама бұлардың әсерінен құтылу үшін өмірлерімізді дұрыс бағытта бұру керекпіз. Жын шайтандардан алыс жүру үшін Аллах тағалаға жақындау керекпіз. Сол кезде Аллах тағала өзінің қолын расында мейіріменен, шапағатыменен қорғап жүреді. Қандай бір үйлеріңізде проблема болмасын, пәлекет болмасын, сіздерге келсе, ең бірінші жасалатын нәрсе, ол өзіңіздің құлшылығыңызды етіңіз. Мүмкін бір намазыңыз, құлшылығыңыз ақсандап қалды. Содан іздеңіз. Дұға тілектеріңізді, дұғаларыңызды түзетіңіз. Үнемі бір жиі, күнде бір оқылатын бір дұғаларыңыз болу керек, 5 уақыт намаздан бөлек. Соны түзетіңіз. Содан себеп іздеңіздер. Аллаға қарай жүгіріңіз. Сол кезде жын шайтандар өздері арттарынан қалып қойды. Өйткені Алланың нұрына қарай жақындай берген соң, керек болса кейбір періштелердің өздері лағарында артта қалып қойды. Тем более жын шайтандар әсер ете алмайды. Өміріңіз иншаллах берекелі болады. Аллаға жақындықпенен, достықпенен, құлшылықпенен иншаллах өмірлеріңіз түзеледі. Уахиру дауана алхамдулиллахи роббил алемин.